Сәлеметсіңдер ма? Оқушылар отырыңдар. Сыныпта оқушылар түгел ме? Иә. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз тыныс алу және тыныс шығару механизмі. Ол үшін біз келесі алдыңғы сабақты еске түсіріп алайық. Оны өту үшін сондықтан бірінші видео көріп алайық. Балалар, бүгін өкпедегі газ алмасуды сергіту сәтімен бірге зерттеп қоямыз. Ал қазір терең демаламыз. Міне, демалған кезде өкпе осылай кеңейеді. Демалған кезде өкпедегі бронхтар арқылы өкпенің ішіне қарай қозғалады. Альвеолада өттегі қанға өтеді. Қызыл қан жасушалары оны бірден қабылдап, бүкіл денеге таратады. Жұмышын алғанда көмірқышқыл газы өкпеден сыртқа шығады. Қан жасушалары өттегіні денеміздің әр бөлігіне жеткізеді. Қане, бірге жасайық, 3 секунд демаламыз, ұстаймыз және жай шығарамыз. Жарайсыңдар балалар, өкпеміздегі газ алмасу процесін жақсы түсіндік. Ал олай болса, дем алып, дем шығару механизмі жасайық. 3 секунд өзімізде ұстаймыз демді, содан кейін сыртқа шығарамыз. Кәле? Енді сыртқа шығарамыз дейді. Жақсы. Сұрау үшін әуелі топқа бөлініп алайық. 2 топқа бөлініп, 2 топ өз білгендеріңмен бізге көрсетесіңдер білгендеріңді. Бірінші топ мына жаққа отырасың. Екінші топ. Ал үшін 2 команда жеке-жеке шығасыңдар. Бірінші команда мына жерде сәйкестігін табу керек. Қайсы жатады бронхларға? Қате. От жетті береді де көмірқышқыл газына қанығады. Қате. Ағза мен қоршаған орта арасында газ алмасу үдерісі. Қайсы жатады? Дұрыс. 78% азот, 16% оттегі, 4% көмірқышқыл газы болады. Ол ауаның құрамында. Дұрыс айтады. Тағы да газдар бұл қайда болады? Дұрыс. Өкпе бетінің ауданын ұлғайтып, ұяшық тәріз жасайды. Ол арқылы газ алмасу жүзеге асады. Альвеола. Дұрыс. Альвеола қабырғасы және вена капиллярлары арқылы жүреді. Қате. Уақыт аяқталды. Бар болғаны 5 сұраққа жауап беріңдер. Отыр. Келесі командадікі викторина. Ағза мен қоршаған орта арасында газ алмасу. Осы 4-еуінің ішінде біреуін таңдайсыңдар. Тыныс алу. Дұрыс. Мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмекендерде бронхлар. Жақсы. Адамның тыныс алу мүшелері. Көмірқышқыл газын беріп, оттекті қосып алады. Қате. Гемоглобин. 78% азот, 20% оттек, көмірқышқыл газы және басқа газдар болады. Дұрыс, атмосфера ауасында. Бронхлар. Ауа өкпе бронхлар бойынша демалады. Дұрыс. Альвеола қабырғасы және вена капиллярлары арқылы жүреді. Дұрыс, газ алмасу. Өкпе бетінің ауданын ұлғайтып, ұяшық тәріз жасайды. Ол арқылы газ алмасу жүзеге асады.
альвеолалар дұрыс. Тездетейік. 78% азот, 16% оттек, 4% көміршікті газы болады. Қайда болады? Иә, өкпе арқылы өткен кезде ауаның құрамында осылар болады. Оттекті береді де көміршікті газына қанығады. Ұлпаларда қан, дұрыс. Кардиореспираторлық. Көптеген ғалымдар қан тамырлар жүйесін. Жақсы. Қойдық қой жаңа оқушылар. Сонда бірінші команданы біз тыныс алу деп қойдық атын, екінші команданы тыныс шығару деп қойдық, иә? Мына жерде осы тыныс алу мен тыныс шығарудың кескіні берілген, иә? Осыны қазір сөзбен айтып түсіндіре аласыздар ма? Иә, тыныс алуда көгет жалпақтанады. Көгет жалпақтанады дейді тыныс алған кезде. Өкпедегі қысым азаяды. Өкпеде қысым азаяды, жақсы. Өкпенің көлемі кеңейеді. Өкпенің көлемі кеңейеді, яғни ішкен ауаны тартқанда өкпе кеңейеді, иә? Бұл тыныс алу. Енді тыныс шығарған кезде қандай процесс жүреді? Диафрагма жиырылады. Диафрагма ол яғни көгет, иә? Диафрагма жиырылады. Өкпенің көлемі кішірейеді. Иә, сыртқа шыққан кезде өкпенің көлемі кішірейеді. Тағы бар ма? Көмірқышқыл газы шығарылады. Иә, газ алмасу ғой, яғни оттегі ішке енеді де көмірқышқыл газы сыртқа шығарылады шығару кезінде. Жақсы. Енді біздің жаңа тақырыбымызға келейік. Тыныс алу және тыныс шығару механизмі, кеуде қуысының құрылысы бүгінгі тақырып. Мақсатымыз адамның тыныс алу және тыныс шығару жүйесінің құрылысы мен қызметтері арасында өзара байланысты анықтайды. Желтоқсан айының дәйек сөзі бірлік болмай тірлік болмас. Яғни бірлік пен ынтымақ айы. Сондықтан дәйек сөзіміз бірлік болмай тірлік болмас. Енді тыныс алу және тыныс шығару дегеніміз не? Біз бұны биологиялық тілмен екеуі тыныс алу мен тыныс шығаруды, тыныс алуды инспирация дейміз, тыныс шығаруды экспирация дейміз. Яғни тыныс алу кезінде ауа өкпеге кіріп, оттекті қанға өтуін қамтамасыз ету процесін айтамыз. Ал тыныс шығару кезінде, яғни экспирация кезінде өкпеден көмірқышқыл газының сыртқа шығарылуын айтамыз. Бұл дегеніміз барлығы қосылып қандай үдерісті береді? Газ алмасу үдерісін береді. Яғни тыныс алу және тыныс шығару. Кеуде қуысы. Кеуде қуысында не орналасып тұр ішінде? Өкпе орналасып тұр. Неге кеуде қуысында орналасып тұр? Қоршаған ортаның. Иә, ол өйткені өкпе жұмсақ болғандықтан, мына сырттағы қабырға оны қорғайды екен, иә, сыртқы ортаның әсерінен қорғайды. Енді мен сендерге мынандай сыртқы қоршаған бөлігін қысқаша сипаттап берейін. Бұл тыныс алу бұлшықеттері. Яғни инспираторлы бұлшықеттер және экспираторлы. Және айттық қой жаңағы. Шығару немесе алу, тыныс алу немесе шығару. Тыныс алуды не дедік? Инспираторлы дедік. Тыныс шығару бұлшықеттері, яғни экспираторлы дейміз. Сонда бұнда екіге бөлінеді. Қабырғаралық бұлшықеттер сыртқы және ішкі. Ішкі бұлшықеттер қабырғаралық және сыртқы. Және бұған қатысатын бізде диафрагма бар, иә? Диафрагма бұл тыныс алуға бірден бір қатысатын көк ет, біз көк ет деп айтамыз қазақша мұны. Ол тыныс алған кезде қандай не жасайды? Қозғалыс жасайды. Тыныс ішке алған кезде ол тегістеледі, шығарған кезде күмбезденеді, иә? Тынысты шығарған кезде күмбезденеді. Жақсы. Тыныс алу және тыныс шығару механизмдері бұл нейрогуморалдық жолмен реттеледі. Тыныс алудың өзі орталық жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Яғни оның реттелу ырғағы сопақшаң мида орналасқан. Қолқа мен ірі артерияларда қанға СО2 концентрациясы артқан кезде қозатын арнайы жасушалар бар. Оларды хеморецепторлар деп атаймыз. Бұл қозу сезімтал жүйкелер бойынша тыныс орталығына беріледі. Яғни ақпарат беріледі, иә? Өңделген ақпарат ол қабырға аралық бұлшықет пен көгетке ақпарат барады, команда беріледі. Бұл кезде бұлшықеттер жиырылады, көгет тегістеледі, өкпенің көлемі ұлғаяды, өкпедегі қысым төмендейді және ауа
айдалады, яғни тыныс алынады. Бұл кеуде қуысы. Кеуде қуысында орналасқан құрсақ бойынан құрсақ бөлігі мен кеуде бөлігін бөліп тұрған диафрагма, яғни көгет. Бұл жерде жаңағы төмен қарай тартады, сол кезде жазылып тұр. Бұл кезде кеуде қуысының көлемі артады, кеуде артады. Біз бұны қазір жеке өтеміз, қосымша айтайық. Мынау кеуделік тыныс алу. Кеуделік тыныс алу әсіресе әйел адамдарда кеуделік тыныс алу болады, кеудемен тыныс алу. Ал құрсақтық тыныс алу көбінесе ер адамдарда жүзеге асады екен. Бұған тікелей қатысты көгет, яғни диафрагма. Енді бізге сұрақ сендерге. Бізде екі команда бар, тыныс алу және тыныс шығару деп екі командаға бөліндік қой жаңа. Осы командалардың өздерінің мына несін білсек біз. Тыныс алу кезінде қандай процестер жүреді, тыныс шығару кезінде қандай процесс жүреді. Оқиық. Бірінші қабырға аралық бұлшықеттер мен диафрагма жиырылады. Жиырылады. Қабырға көтеріледі дейді, тыныс алған кезде өздері білесіңдер, қабырға көтеріледі де, диафрагма төмен түседі, тегістеледі. Яғни бүйтіп тегістеледі, Кеуде қуысының көлемі артады. Өкпе үлкейеді, сосын ауа өкпеге өтеді және тыныс алынады. Тыныс алынады, яғни ішке тыныс енді, Қайсы енді ол тыныстың ішінде жаңағы ауамыздың құрамындағы қай газ енеді сонда? Түгелді енеді негізі. Бірақ оттек іште қалады да, көмірқышқыл газы сыртқа шығарылады. Сендер тыныс шығару. Қабырға аралық бұлшықеттер мен диафрагма босаңсиды. Өйткені біз демнің бәрін сыртқа шығардық, сол кезде босаңсыды. Қабырға түседі, диафрагма көтеріледі, яғни дөңестенеді. Кеуде қуысының көлемі кемиді, өкпеге шірейеді, ауа өкпеден шығады, тыныс шығарылады. Бізде жеке жұмыс беріледі. Екі топқа мынандай карточкалар таратылады. Бұнда бос орынның арасына сөздермен толықтыру керек. Сабақты бекіту мақсатында жұптық жұмыс, жеке жұмыс, яғни бос орындарды толтыру қажет. Жақсы. Тыныс алу командасы бірінші бітті. Оқып бересіздер ма? Тыныс алу мен тыныс шығару деген жерге, мына жерге, қандай сөз қойдыңдар? Ырғақты алмасу, сопақша деген сөз қойдыңдар. Мида орналасқан тыныс алу орталықтар реттейді. Екінші, қандағы көмірқышқыл газының мөлшерін сезетін арнайы рецепторлар? Хеморецепторлар деп аталады, дұрыс. Қабырғалық бұлшықеттер мен көгет жиырылған кезде кеуде қуысының көлемі кішірейеді. Жақсы. Қандағы көмірқышқыл газының концентрациясы артқанда тыныс алу жиіленеді, дұрыс. Көгет кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөліп тұратын бұлшық ет. Жақсы, отырыңдар. Сендердікі қандай сөз қойдыңдар? Біріншісіне сопақша мида дедіңдер, дұрыс. Екіншісі хеморецепторлар. Қандай мөлшер сезетін арнайы рецепторлар? Хеморецепторлар. Қабырғалық бұлшықеттер мен көгет жиырылған кезде кеуде қуысының көлемі ұлғаяды. Ұлғаяды дедіңдер. Сендер жаңа кішірейеді дедіңдер, сендер ұлғаяды дедіңдер. Бесінші, көгет кеуде қуысының құрсақ қуысынан бөліп тұратын бұлшық ет. Құрсақ деген сөз жазыңдар, мына жерге. Жақсы, отырыңдар. Енді дұрыс жауабын көрейік. Бұл жерде дұрыс сопақша ми деп жазыңдар, дұрыс. Хеморецепторлар дедіңдер, дұрыс. Ұлғаяды, сонда тыныс шығару. Сендер айттыңдар, тыныс шығару, ұлғаяды дедіңдер, дұрыс. Сендер кішірейеді дедіңдер, сендердікі қате болды. Содан кейін қандағы концентрациясы артқан тыныс алу жиілейді, көгет, құрсақ деп жазыңдар. Дұрыс, сонда сендерге бір
ұпай беріледі қосымша. Енді жұптық жұмыс жасайық. Ол үшін жұп болып отырайық. Жылдам. Иә. Сен екеуің бір жұп болыңдар. Екеуіңе. Сен екеуіңе жұптық жұмыс. Бұл жаңағы өткен тақырып бойынша бекіту. Тыныс алуды және тыныс шығаруды жазу керек. Жаза берсін. Иә, сен екеуің болдыңдар. Оқиық. Қабырға аралық бұлшықеттер тыныс алуда жиырылады, тыныс шығаруда босаңсиды. Көгет жайпақтанады, тыныс алғанда, тыныс шығарғанда көтеріледі. Кеуде қуысы тыныс алуда көлемі артады, тыныс шығаруда көлемі кішірейеді. Өкпенің көлемі тыныс алғанда кеңейеді, тыныс шығарғанда кішірейеді. Жақсы. Өкпедегі қысым тыныс алғанда азаяды, тыныс шығарғанда артады. Атмосферадағы ауа тыныс алғанда өкпеге барады, тыныс шығарғанда өкпеде шығарылады. Өкпеден шығарылады. Жақсы. Тоқтатамыз. Нешеу жасындар кән? Қабырғалық бұлшықеттер тыныс алғанда деген сөз жазылмапты, иә? Тыныс шығарғанда босаңсиды, көгет тегістеледі, көтеріледі, дұрыс. Бір не қате. Біреу ғана жазылмаған. Ал сендерде қабырғалық бұлшықеттер туралы жазылмаған, қалғаны жазылыпты. 2 сұрақ. 3 жазылмаған. Сонда сендерде түгел толық жазылған, мұна нені құттықтаймыз. 2 жұп жақсы жұмыс жасады. Орындарымызға жайғасамыз, әрі қарай. Міне жауаптары. Жиырылады. Сендер жаңа бір жерде босаңсидың жазылдар да, екіншісін таппадыңдар. Жақсы. Енді топтық жұмыс, тағы да өз командамызбен осы жұмысты орындаймыз. Онда бірінші топ, бізде бірінші топ сендерсіңдер ғой. Оқушы баспалдақтан тез көтерілгеннен кейін тынысы жиілеп терең демала бастады. Енді сендер табасыңдар. Бұл жағдайда тыныс алудың жиілеуінің себебін түсіндіресіңдер. Неге жиіліп кетті? Қандай реттелу жолы, жүйкелік пе, әлде гуморалдық па, осыны түсіндіресіңдер. Қандай газдың мөлшері артады, қандай бұлшықеттер белсенді жұмыс жасайды. Осыны түсіндіресіңдер, сендердің командаларын. Енді тыныс шығару командасы. Бұнда екінші топқа. Бұл жағдайда оқушы сабақтың соңына дейін ұзақ тыныш отырды. Бір қалыпты дем алды. Тынысы сирек, терең және ырғақты болды. Енді сендерге сұрақ, тапсырма. Бұл жағдайда тыныс алудың төмендеу себебін түсіндіресіңдер. Тыныс алу жайы ырғақты, соны түсіндіресіңдер. Тыныс алудың реттелуінде қай жол басым әсер етеді? Жүйкелік пе, әлде гуморалдық па? Қанда қандай газдың мөлшері азаяды? Тыныс алу қозғалысына қатысатын қандай бұлшықеттердің жұмысы босаңсиды? Осыған дайындаламыз. Қазір тез арада осы сұрақтарға жауап іздейміз. Қаны болғандарың бар ма? Біз болдық. Екінші топ, иә? Екінші топ сабақ соңында жаңағы оқушы тыныш отырды, иә? Осы туралы. Жақсы, ал, дайын болсаңдар, айтыңдар. Орнынан тұр. Тыныс алудың төмендеу себебін түсіндіріңіз дегенде, өйткені артық қозғалыс болмағаннан кейін, физикалық қозғалыс болмағаннан кейін, Иә, тыныштық орын алғаннан кейін, ол жерде тыныс алу төмен болады. Төмен болады. Ырғақтылық, иә, ырғақтылық болады. Тағы Тыныс алудың реттелуінде қай жол басым әсер етеді? Жүйкелік пе, гуморалдық па? Бұл жерде гуморалдық болады. гуморалдық, жақсы. Қай не газ азаяды? Оттек газы. Оттек газының мөлшері азаяды. Ал қозғалысынан мына сұрақ бар тағы бар. Тыныс алу қозғалысына қатысатын қандай бұлшықеттердің жұмысы босаңсиды? Қабырға аралық бұлшық. Қабырға аралық бұлшықеттердің жұмысы босаңсиды. Жақсы. Бірінші топ дайынсыңдар ма? Иә. Ал. Сендердегі оқушы баспалдақпен тез көтеріледі де, оның тынысы жиілеп, терең демала бастайды. Иә. Қандай реттелу жолы басым әсер етеді? Бұл жерде жүйкелік қатты әсер етеді. Жүйкелік реттелу жолы. Жақсы. Қандай газдың мөлшері артады? Оттек газының. Оттегі газының мөлшері артады.
Қандай бұлшықеттер белсенді жұмыс істейді? Бұл жерде қабырға аралық бұлшықеттер жиырылады. Ішкі және сыртқы қабырға аралық бұлшықеттер жиырылады. Жақсы. Сонымен негізінде қорытындыласақ, сабақты қорытындыласақ, үйге тапсырма беремін деп бағалап алайық. Бірінші, бүгінгі сабақ бойынша белсенділік көрсеткен тыныс шығару командасы өте жақсы сұрақтарға жауап берді және көп ұпай жинады. Тыныс алу командасы сәл төмен. Сондықтан бүгінгі бағалау парақтарына тыныс шығару командасына 10 балдан, тыныс алу командасы 8 балдан беріледі. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма сендерге осы тыныс алу және тыныс шығару механизмдерін оқисыңдар. Диафрагманың қызметін, қандай қызмет атқаратынын, содан кейін өкпеге сыртқы ортаның әсерін жазып келесіңдер. Қандай сыртқы ортаның әсері болады өкпеге? Үйге тапсырма осы. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.